Баян Ахматов оң тарапта, ақ қалпақша. Уақыт кетті ақындар, игілік қалайбыз. Сағаласын қолдырын сан тұлпардың тобындай, айтқаным жетсін дареккен ақ келтенін оғындай, анда құлақ салғылаң айтар сөзім молындай. Салам сызырды баштасам саптарым жетім қалбайбы, сананым жетім ойылбай. Сахнадан оңайтам саламда, самалаштар барсыңбы саманшының жолында. Адамды қыдырып аралап өткен ақ кеме, азыр түрі болғандың Айтматов 90 жашта әлі. Ар сөзін дүйді таныған адамзаттан башқа әлі. Ақылынан Нобель арзыбай тұрған шақта әлі. Толғылық жердің көз жашы толғынайдан ақ әлі. Күндерім суға чөгүчү, күліктөй бір күн өлүчү, күн сарыдай ат әлі. Ақ жүрек болсын адамзат, ақ бараң менен үшін ақ баралардың аттыне. Таш жүрек үшін қайбірі таш жайнарлардың аттыне. Жібіткен сұлтан мұратты жүз арчын ағыз қап әлі. Бірінші малым дүйшөндім білгенің ой қайсы жақталы. Кассандыра тамғасын қайталап оқысандағы қал албады баш неге. Көрсе көсемдің шығармалары көсемдер үшін маш бәлі. Қиындары қырғыздың қызыл алмадай ас бәлі. Қияматқа чейінке қалымдың келер шақтарын, о жолғы етіп шыңғыз жас телегуй. Елігіп тұрған бөлігім екі көзі жымыңдайд, ептеп таңдодын өтсем демет жүрегі сырылдайд. Ылайсыз дуал құрылбайд, мұнайсыз дуай қиындайд. Ошондуктан алтыным ел жұртың асырыңдайд, көкіректігің нұрыңдайд. Тақылдабай көрсі ғана кей, тағдырың үшін білсеңіз, ошол тараншы деле шырылдайды. Құтбалы Садыбақасов анда. Асыдың сөздің тірейінің арышын мықтап керейін. Аған менен шыққан соң мұнан ал күшімді шілейін. Шыңғыз деп алға жөнейін, қырғызым деп өлейін. Ой, ақ кеме деп қиқырып нұрғазым болып көрейін. Ақ кеме жұртым сен болсың, андан ақ тілден салам берейін. Қалқыны бұрдап боздойбыз, байге көп мәселені қозғойбыз. Қақылда бұрдап қалқыма қаяқтан айтшы тоқтойбыз. Қазір оройыңызды қарасам, орос қылған оқшойсыз. Андан атаның айтып, төгелің атаның айтып берелі. Ағайын жұрттың пейіліңін ағарып атқан ақтан нұр. Бақайдан қалған қалқын бүгін балаңды қолдап бақчандыр. Машыкен тұқам аталар аянбай салған даңғыр жол, бүгін ақ батаң беріп аттандыр. Байке балқыған ақындарыңа барысы бұйрық бақтандыр. Жанымдағың ағамсыз абыдан мықты чапчаңдыр. Ар бір қырғыз ашса кен мұнан Айтматов атам ашқанғыр. Ескеріп мұна жатауыз. Еліміз бүтін атаның ечен шығармаларды жасқан бір. Айтма
Aytmatov жазган чыгармаң адамдык адабияттын тагасын гүлдөтүп жаган акчамды. Ey barakende көп жаса. Байке көргөндөрдөн көп гам, келгендерден көп гам. Жаңылың баяндай болгон агабыз элге аны бир беттеп Гитлердин жерине барып келди деп гам. Ой Чыңгыз ашкан белестин ашып келди деп гам. Атыгүл Чыңгыз жаткан жерлерге жатып келди деп гам. Атаның айтып эскерип таңдайдан таттуу ырыларын чачып келди деп гам. Алырас байке билесиз, ал жагын угуптай жүрөсүз. Кешең ошо Гитлердин колунан нечен өлгөн ул кыздар, кече 41 жылында нечен өлгөн кыргыздар. Ой акыркы демиң жол чыгып, аны ошол жерден чынындан Айтматовдай атабыз жаны чыккан Чыңгыз бар. Азыр алтындай асыл бир байкем жанымда, алдындай тилиң безедиң. Ой алкыны бырдап бердиңиз, менин да чамамды байкап көрдүңүз. Дегелең эч ким кайтпас ал жерден байке кантип аман келдиңиз. Ey barakende. Aman geldin dep bul жерден алтыны менен тап берет. Ак кеме деп кыйкырсаң буйрсаң ак кемеңиз бат келет. Өмүр деген ушундай көкөлөп учкан бат берек. Азыр ак кеме деп кыйкырсаң Жамила деп бир күнү илим кыйкыра турчу чак келет. Оğam oylarımdı düşündüm, komustu çekкен бұл жерде қолдырымды düşündüm. Айтматов Чыңгыз атабыз Европанын жеринде элчи болгон эмес пе? Брюссель деген шаарда эл журтунун карачы көркү болгон эмес пе? Ошол жерден атабыз ой акылын бөлүптүр, чыгармалардын далайын эл журтка бериптир. Акыркы демин сурасам Гитлердин шаары Нюрнбергден жанын бериптир. Оюңдун рас түшүндүм, Нюрнберг деген бул шаар Гитлер деген бир кезден ойноп кеткен эмес пе? Далайлардын баарысын мойсоп кеткен эмес пе? Ал эми Чыңгыз атабыз башкача. Ал жерден чыгармаларын көп жазып жаңылаган эмес пе? Бир кезден элди кырса Нюрнберг кийин Чыңгыз атамды дарылаган эмес пе? Ошондуктан айтарым ар сөзүң мага бак берди, кээде туруп тап берди. Кантип аман келди деп сурасаң, чын айтам ушул элиме Чыңгыздын деме ап келди. Эмиң алтыным менин иничек, бириккен менен кыркыбыз бириге албадың ыркыбыз. Жанагы сен айткан Ороскул болот эмеспин, андан оско жеди журтубуз. Момунчал боло бербейли, момундуктун чеги бар, мокобосун курчубуз. Арык кестен арамжан семирген кезде билбеймин сен чочуй турган жылкыбыз. Миңдеген жылдар илгери миллиардтаган баштарды бильярд таштай кылчыбыз. Касташкан канча душманды Каспийге бууп тынчыбыз. Саламы түз элдерге салынган эмес сыртыбыз. Каганат элеп куладык, кара тоодой урадык, катуулап кетип уйкубуз. Айкүл Манас баш болуп Айтматов ачкыч салса да неге ачылбай койду кулпубуз. Көрсө булуттардан башкача арман күн улуп тура журтубуз. Убакыт бизден аселең, ошол бизге маселе. Кана кейиним ырдагын, алдагың өрүп комусту тырмагын. Өмүр менен өлөң менен өтсө экен өмүрүңдө бул жаның.
мен саған ағаңдан айтчу кеңеш бар, аз жашо деген аз жашо, дайыма денеңді сыйлагы. Кутман жиынтап қойыңыз. Қалдыра сөзіңіз айтып өткенде атының менің бейшім. Жетірген дүйне жемішін көрсетіп тұрған арпақ дүниенің тегізін. Қалдыра сізге қандай болса да мағада қымбат мен үшін. Қазір ақ бата бер деп, ақ бата беріп жіберді. Ағайын жұртқа мынакей ай, көңілімдің айтты мен үшін. Ақындар шықтың алдыңа, бүгін арғандай соның ыр құрған ақылында сыр тұнған. Оймына байкелер шықты будандай, кермедегі бүліктой керіліп чұрқап бұлқынған. Айланса бұлыт қалқындан, алты қаптанға жұлқынбай алты сабырға ұмтылған. Айтматовты тапқан момындай, шамайланам бір қыз жұртында. Барекелді, чоң рахмат. Рахмат орын. Ақындар уақыт, бар болыңыздар. Баян Ахматов болды, жана Кутман Садыбақас оğlu барекелді. Буга чейинки жүктің ұпайлары төмендегідей болды. Чыңгыз Кожошев 69 ұпай, атандашы Мамбет Токто Мамбет Орозо оğlu 69 ұпай. Қолшаға қойыңыздар. Кейінгі жүкті шақырайын. Кейінгі жүк апалды кечірістер. Азыркы жүкқа балды беріп қойылды. Баян Ахматовқа берген ұпайыңыздар. Бары тегіз 10. Жана Кутман Садыбақас оğluna берген ұпайыңыздар. 9, 8, 10, 9, 9, 10, 9. Рахмат.